Мирболатқа бостандық! Мирболатқа бостандық! Мирболатқа бостандық! Мирболатқа бостандық! Мирболатқа бостандық! Мирболат Мырзатайұлына бостандық! 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 Мирболат ол өзі жас кезінде, тіпті оқушы кезінде желтоқсанды көріп қалада оқып жүріп, ат салысып, сол енді өзінің бір ата-бабадан дарыған, тамырдан тектен дарыған осындай бір ұлттық рухымен жарқырап, осы ел үшін күреске шыққан жігіттердің бірі. Қазір енді оны біз тіл үшін қаралап отырмыз. Ал тіл үшін қаралайтын ешқандай жөніміз жоқ. Мысалы, кейбір ұлттардың өкілдеріне мысалы осы шаруашылығын бәрін жетістіріп ашып алған, бірақ біздің ұлттық мемлекеттік тілімізді менсінбейді. Оларға мысалы 30 жылдың ішінде қазақ тілінен, мемлекеттік тілден 30 ауыз сөз үйренбесе, ал енді ағылшын тілінде бір кереметтей бір мыңдаған доллар беретін бизнес бар екен десе, оны курстан 30 күнде үйреніп алады. Ал енді сондықтан да мысалы ондай жағдайлар менің де басында өтті. Өткенде бір фирмаларға барып, өзіміздің орыс тілді азиаттарымыз мені ұстап бермекші болды. Мен ұлтаралық қазақ тілінде сөйлегенім үшін. Ал енді сондай жағдайлар көп кездесіп жатады. Ал енді өзім мемлекеттік тілде талап еткенім үшін, осы қазақ тілі бас тілі болсын деп талап еткенім үшін, ол кезде мемлекеттік тіл деген ұғым жоқ. Сол енді тілден кішкене ауылда жүрген кезде келіп, қалаға келіп, біраз оның қиыншылығын көргендіктен, желтоқсан көтерілісіне 17 күні таңертең мысалы біз осы тілді қорғап қана қуғындалдық. Сол үшін ғана 1 жыл 8 ай уақытымыз тәрк еттік. Мемлекеттік тілді талап еткен екінің бірін қамай беретін болсақ, онда біз мысалы мемлекеттік тіліміз құрып, тіл жоғалса, ұлт жоғалады, ұлт жоғалса, мемлекет жоғалады. Соның барлығының түбіне жететін түріміз бар. Өйткені Мирболат ол орыс тілін білмейді емес. Орыс тілінде де, қазақ тілінде де екі тілде сайрап тұрған жігіт. Иә, екі тілде сайрап, ал бірақ соның ішінен өзінің мына заңды қоғамның не қажет етіп отыр? Мысалы, біздің ұлттық мемлекетімізге не керек? Соны ғана талап етіп отыр. Сол тілді қорғаудың арқасында өзінің ғана емес, жаңағы тілді менсінбейтіндердің де санасына ескертіп, солардың да болашақ ұрпақтарының жағдайы үшін күресіп отыр. Мысалы, ертең тағы да біреулер тілді менсінбейді, соның ұрпақтары да сөйтіп ертең мемлекеттің арасында бүлік тудырып, одан кейін мемлекет құрғаннан кейін оның да күні, әлгі мәңгүрттердің де күні, біздің ұлт деген жанашырларымыздың да күні жақсы болмайды. Сондықтан да соның барлығы үшін Қазақстанда кім өмір сүрсе, соның болашақ үшін күресіп жатқан адамды біз қамауымыз дұрыс емес. Мирболатқа бостандық берсін деп тілейміз. Қазақтың ұлтжанды азаматы Мирболат Мырзатайұлын тез арада бостандыққа шығарып, әділдік орнауын осы бір топ желтоқсан басшылары мен желтоқсандықтар талап етеміз. Айту аузын жабу мақсатында қамауға алып отыр. Енді қойылып отырған бапты қарасаңыз 174-тің бірі ол деген ұлт араздық или ұлттардың арасында бір-біріне араздату туғызу мақсатында қойылатын үлкен жала. Ал енді Мирболаттың өзіне келсек, ол аузына ие бола алмайтындай бір білімі жоқ адам емес. Кәдімгідей белгілі журналист, белгілі маман, әккі саясаткер деп айтсақ болады. Барлық жоқ айтылғаны ана орыс азаматтарына өзінің қазақ азаматы болғаннан кейін, қазақ тілді болғаннан кейін орыс тілінен кемшілігі кетіп қалады ғой, бәріміз де сондаймыз ауылда өскен. Сосқылды қазақша қызмет көрсетуін ғана сұраған үшін бүгін қамауға түсіп отыр. Ал енді әділдік іздеген өкімет басындағылар, шынымен де әділдік іздеп отырсаңыздар, 174-ші бап бойынша Қытайдан келген оралмандар, Моңғолиядан келген оралмандар бүгінге дейін орыс тілін білмейді. Апарып соны қамаңыздар, 2 миллион халықтар. Тіл жоқ жерде ұлт жоқ дейді. Сонда егер де біз өзіміздің тіліміз үшін өзіміз о тілімізді қорғамасақ, біз ұлт ретінде жойыламыз. Сондықтан да бұл әділетсіздіктің тамырына балта шабылсын деп біз тілейміз. Және жазықсыз жазаланып, жазықсыз бүгін темір торда отырған Мирболат Бишуновқа, Мырзатайұлына бостандық сұраймыз. Мирболат Мырзатайұлына бостандық! 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 Тіл жанашыры, жер жанашыры Мирболат Мырзатайұлына бостандық! Неге мен өз қазақ тілінде сөйлеуге құқым жоқ? Неге? Ешкім орыс тіліне, Қытай тіліне, ешкім ағылшын тіліне шектеу қойып жатқан жоқ қой. Мұнда тек қана бір өтініш, түсінбедім,
қазақша аудармашы әкеліңіздер, қазақша түсіндіріңіздер деген бұл талап етуге Заңды талап ету. заңды талап ету ол толық неге заңға саят, ақылға қонымды. Ол үшін ешқандай жазықсыздан жазықсыз адамға күнәсін көрсетпей, ешқандай да айып тақпай қамау деген бұл дұрыс емес. Мирболат Мырзатайұлына бостандық. Мирболатқа бостандық! Мирболатқа бостандық! Мирболатқа бостандық! Мирболатқа бостандық! Қазақ тілі үшін, ана тіліміз үшін, ұрпағымыз үшін бас көтерген әрбір қазақтың баласына қылмыстық істер қозғалып, осындай абақтыға тығу доғарылсын. Қазақ жерінде, қазақ елінде мемлекеттік тіл бір ғана ана тіліміз ол қазақ тілі. Осы үшін мінекей бүгіннен бастап 90-86 көтерілісі, қадірменді қоғам белсенділері осы үшін күресімізді аямайық. Бүгін Мирболат үшін Жампида.